Менің ең түсінбейтінім толғақ кезіндегі видеоны не үшін салады деп. Ондай да бар ма не? Бар ғой толғатып. Мен сізге қазір орнынан тұрып көрсетейін. Так. Осылай ма? Міне, осыны салып қояды. Осыны кәдімгі пост қып салады ғой, пост қып. Қасында күйеуі жүреді. Деп бүйтіп әбіржіп мысалы. Соны не үшін салады, мен түсінбеймін. Баршаға сәлем, қалайсыңдар? Бұл Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналы Admin Anon Live подкасты. Admin Anon Live подкастының қонақтары Аңсаған және Жансая. Бұл Аңсаған. Так, Жансая. Қайда? Ар жақта. Ол ма, отыра берейін ба? Әрине. Басталды ма? Нұрмахан ағаның үйленбегені көрініп тұр. Аяғы ауыр әйелдің жағдайын жасау білмейтін ау не, мынау орындық. Мен үйленгенім көрініп тұр ма? Деуім мүмкін арасында. Сол кезде қайттан жазып жіберейік, Ондайды айтып алайық онда. Менде қазір почему-то токсикоз қайтадан басталды. Отырып деуім мүмкін. Так что қорқамаңыздар. Полный выпуск сондай ғой. Сондай болмасын. Алда отырған қыздар құрбандыққа кетіп қаласыңдар. Түсіністікпен қарайсыңдар. Ну, я жмать. Білейін, біз соңғы айында қайттан осындай. Кішкене ары қарай отырсаңдар болды, түкіріп сөйлейтін әдетім бар. Сиырға туған күн бұзауға да туады дейді ғой. Ертең бастарыңа келеді, сондықтан. Басына кемесін ешкім. Жоқ, по-любому болады дейді токсикоз деген. Жақсы жағынан но жоқ болмайтын адамдар да бар. Да? Болмайтын адамдар да бар. Мен нормально жүредім, міне не. Мысалы үшін ұлдарда болмайды, Ұлдарда болмайды. Жоқ, ұлдарда наоборот, мысалы Дидар, күйеуім Дидар, ол мен не жегім келеді, соны жейді ол. Мен не жегім келіп тұрады, соны бітіреді, до конца соны іздейді, сондай ауру бар. Сен жеге жеріксің, ол да жерік. Соны жейді, ол да жерік. Ол токсикоз емес, ол бірақ ол өлі армандық қой. Әйелінің екі қабат екенін қолданып қалу деген нәрселер. Жоқ, ол андай не бар ғой, бір диагноз бар еді ғой. Синдром Кубат. Синдром Кубат деген бар. Әйелінің несі толғағы ер адам өтіп кетеді. Оған жетпедіңдер ме? Жоқ, ондай. Көреміз енді, аз қалды ғой. Жоқ, мына жақтан дико. Танисыңдар ғой еді, өзінше отсаң. Бұл жерде ең танымал емесі мен ғой. Жоқ, неге? Жоқ, мына қыз ғой. Мына жігітті танымаймын. Жоқ, мен андай адаммын ғой. Мысалы үшін Жансаяны көрсе, понятно. Жансая инстаграмда стендапта шығады дейді. Аңсаған, бір вайндар түсіреді, стендапта шығады дейді. Нұрмахан десе, по-моему, мен сен бір жерде көргем дейді. Телевизорден көргем, бірақ конкретно, примерно ана жерде, сен Жайдарман, сосын, әйтеуір бір жерден көргем, бірақ конкретно жоқ та. Жоқ, негізі Admin Anon сізде кәдімгі не деуші, танымалдылық уже нете бастады ғой. Мысалы, мен сразу ондай подкасттар. Мен сізді Admin Anon'нан танимын. Admin Anon'нан танимын. Жоқ, сен ол танысың болған соң көресің. Жоқ, ол танысың болмай тұрып та, мысалы, мен егер танымасам, солай танитын едім. Өйткені бірталай рекомендация. Мына жігіт телевизордан көрдім дейді ғой. Қай жылы көргенсің сен телевизор? Бұл кісі баяғыда бір мен одан андай передачалар болады. Мен сендерге айтайын қазірше, мен вообще сахнада жүргеніме и телевидениеға келгеніме, жалпы эфирден шыққаныма биыл 16 жыл болыпты. Ойбой. 16 жасарлар бар оның жерде. 2005-тің прям басынан бастап, 2005-те адам, 2005-тер уже үйленіп жатыр, да? 2005-тер үйленіп жатыр. Біз үйлендік десе. Уже баламыз бар. Мен қазір мысалы 2004-тер қай жылғы, нешеде? 2004-тер 17-те? 17-те. Менің 17 жасымда мысалы бір қуантарлығы қазіргі жастардың баратын таңдаулары бар, бір жаққа бара алады, осындай бір бағдарламаларды көре алады. Мен 17 жасымда шіріп жүрдім ғой, мысалы деймін да. Ауылда ешқандай мүмкіндік жоқ та, бірақ қазір қала, тіпті мен студент болып қалаға келгеннің өзінде де баратын жер жоқ болатын.
А қазір мысалы таңдау бар, жақсы ерте жастан көз ашық, көкірегі ояу адам ретінде бірдеңе таңдап бара аласың, жақсы да. Сонда сіз қаншадасыз? Мен 26-дамын. Мен 33-темін дейді. Сондай жауап күттің ба? Мен жасымды айтпай Сен қой. нешедесің? 20-да. Мен негізі күйеуге шыққаннан кейін андай қызың неше бересің деп отырмайсың, андай қызың жасын сұрамайды деп ше. Былшық десің 26-дамын болды. Не ол кімге қызық мысалы? Да, рахмет көп. Как будто 25-тегі сияқты. Вот осыған майыс қаламыз біз. Тамадалардың шуткасы бар еді ғой. Видеодан бір үлкен көретін. Мынау вообще жоқ екен әңгімеге. Жоқ, бұл жігітті қазір қуып жіберейін деп жатырмыз біз. Екі фраза айтады, все. Сәлден кейін мынандай болады сияқты. Сен прыщиктерің бар екен, иә? Примерно солай әңгіме жатыр. Жоқ, сөздің шынымен жас көрінесіз. Рахмет көп. Осындайға майыс қаламыз біз енді уже. Жас көрінесіз. Мен нешеге көрінемін? Сіз 40-тасыз. Шынымды айтайын ба? 94-96 беремін. Қашан берейін деп жатсың? Енді студенттерге отыр ғой. Өткенде біраз әңгіме болды мына Алматыдағы квартиралардың бағасының 2-3 есе көтеріліп кетуі, иә? Квартира таптыңдар ма? Жоқ болғаннан кейін осында келдің, иә? Дорожный сумкасы тұр қасында. Түнімен бола ма аға деңізші? Сен тапсаң да қуып жіберетін сияқты сен. Вот қыздар, жігіттерін қаншаға жалдап жатсыңдар? 70 қайдан тауғансың сен? Алматыда ма бұл? Бесағашта? Ойбу. Бесағаш уже айдала ғой. Андай Бесағаш деген вообще жақын емес қой. Мен Сейфуллиннің қасында Бесағашта тұрамын демейсің. Ол 1 сағат жүресіңдер ма сендер осында келем дегенше? Ну да, бағана таңертең шықтық осы подкастқа дейсің. Сабаққа түнде шығамыз. Түнгі 3-терде. Жоқ, Бесағашта кәдімгі домдар бар ма? Или біреудің времянкасында тұрып жатсыңдар? Бесағаш деген Талгарский трасса жақ па? Не жоқ, о жақта жақсы негізі. Инфраструктура жақсы дамыған деп. Әдемі, иә, әдемі. Деп мәз қылып қой осы екеуін. Әйтпесе настроениялар жоқ бағанан бері. Енді мен осы мәселені талқылағым келіп отыр да. Мен мысалы үшін осы кеше ғана TikTok'та бір видео көріп қалдым. Сендер де көрген шығарсыңдар, ана жерде бір где-то 500-600 мың просмотр. Бір кісі, білмеймін, Алматыда ма, басқа қалада ма, бір қызға звондайды, қайтадан. Ана жерде жазып болған бірдеңе, аға, квартира 6-шы микрорайон деп ше. Ана жерге қызға айтып жатыр да, кім жалғыз тұрасың ба? Сонымен аға қанша дейсіз дейді, 50 мың дейді. Сөйтеді, 50 мың қымбат қой дейді. Жарайды, қанша бере аласың дейді, 30 мың дейді. Жарайды, 30 мың, бірақ өзің тұр, иә, айналайын, өзің тұра ғой, жалғыз өзің тұрғаның дұрыс қой деп. Прям енді анау кісі прям уговаривает ананы ше, қызды. Анау 18 жасар студент. Аға не істейсіз дейді ғой, мен жалғыз өзім тұрасың, жоқ, ағаммен тұрамын дейді, там. Жоқ, подругалармен, жоқ, сен жалғыз өзің тұр. Қоймайды анау. Сонда енді ана жерде ана кісінің мақсаты квартира сдавать ету емес екені көрініп тұр да. Бірақ та под конец разговора ажырасқанмын, сол айналайын жаным. Еще ең соңғы жерде соңында қоштасады ғой. Болды аға қойыңыз енді деп неғып отыр ғой, сөйтсе жаным айналайын, қайырлы түн, бетіңнен сүйдім, мойныңнан сүйдім, жаным. Содан кейін ана қыз қояды да резко ағасына айтады. Бірақ ананың бәрін түсіріп алған и TikTok'қа салған. Көрдіңдер ғой, иә? Мен кәдімгідей бір түрлі оқып қалдым. Қалай сонда мынау осындай моментті пайдаланып, енді ол қыз жарайды, там бас тартты, иә? Бірақ сынып қалатындар да бар ғой, шынымен квартира таппай жатса, жарайды, 30 мың ғой, жалғыз өзім нормально деп бір ағаның жанында. Негізі бар ғой, мен өзімнің туған, мен үйдің кенжесімін ғой, 7 ағам бар, и соның жаңа ең үлкен ағамның қызы, нешеде ол? 19-да. Алдында уже Павлодарға оқуға кетіп қалды, біздің үйде арасында жүріп, жұмыс жасап сөйтіп жүрді. Бірақ ол мен әлі күнге дейін етем, мен өзім лично білмеймін, ол дұрыс нәрсе ме, бұрыс нәрсе ме. Мен квартира алған кезде де, жұмысқа кірген кезде де, мен ешқандай адамға
былай қазір мінезім жақсы ғой, бірақ ешкімге ой деп бүйтіп істей алмаймын да. Ал анау аңқау. И кіммен таныспаса да, кіммен общежитиеға түспесе де, Жако, мен Жако дейді да. Бүгін 3 қызбен 2-ші курс түстім. Күшті қыздар. Ана бір ағаны айтса болды, күшті аға 50 мыңға бірден. Мен айтам, сен неге сен қалай күшті дей бересің, бәрі адамды деймін да. Өзің нең жоқ па? Кішкене немен қарау керек қой, бір подозрение мен, оның бәрі күшті, конечно деп. И жаңағы қыздың да мен бір жағы бірінші айтқым келіп тұрған нәрсесі, соның барлығын сондай деңгейге жеткізіп, жаным күнімге дейін жеткізіп неге сөйлесті деген. Мүмкін енді ол басқаларға сабақ болсын деп түсірген шығар, бірақ енді шынымен аңқаулығы да осы жерден. Біреу қойғайланғанда, біреу тойғайланғанда, біреу қойғайланып жатыр ғой енді былай қарасаңыз. Ана кісі уже сол өзінің басқа түпкі мақсаты басқа адам екенін көрсетіп отыр да. Қазіргі заманда ешкім адал көңілімен бірдеңені бере салмайды. Ешкім саған 40 мың теңге, әй жарайды саған 40 мың болсын деген сияқты. И біз сондайға сенеміз, ол бірден нетпесе де, кейін бәрібір оны қайтарып алатын несі болатын сияқты. Қазір аралас халық, әр жақтан келген адам, ешкімді аямайды бұл жерде, тек қана өзің бір немен қарамасаң, дұрыстап мән беріп қарамасаң, сен ешкім аямайтын, соған көзім жетті да. Сол себепті қазір осы жерде отырған жастарға да айтқым келеді, ол жаңағы адамдардың ой, сен жүр, мен саған тауып берейін. Подселение де негізі өте опасный тема ғой. Ер адам болмаса, подселение андай қыз балаларға өте қиын, бір-бірден тұрған. Егер екі қыз сондай болып тұрса, нормально енді. Бірақ бір қыздардан өте қиын енді. Адал бір жақсы адам түс кетпесе, мен қорқам. Сақтықта қорлық жоқ дейді ғой просто. Сосын аңсаған бір сторис салды да, типа 4 бөлмелі квартирада 2 жігіт қана тұрып жатырмыз деп. И мен көріп отырмайтын да, блин, неге провокация жасавасың сен деп ше. Ол по-любому саған жазады адамдар ше. Жазды, қазір қыздармен тұрып отырық. Жаңағы қызға да мен звондағаным ғой бағана. Мойныңнан деп айтқан жоқ мен бірақ. Банкке оператор болып жұмысқа кірдім, сол кезде Сайраннан квартира таптық біз. Сайраннан квартираны 75 мыңға таптық. Бірақ ана жердегі Сайрандағы кісілерді көрсең, қарындас Шымкент па, қарындас? Қызылорда? Түркістан? Өтсең, түссең болды. Ана жерден не отыра алмайсың кетіп, не келсең үйіңе жете алмайсың. Жандай бәрі қарындас деп. И солай сол жерде тұрып жүрдік, бірақ өте қорқынышты район болды, өйткені жастар жүреді, біресе пистолеттің дауысы шығады, сондай неше түрлі нәрсе, бір енді шумный район болды. Одан кейін ол 75 мыңнан кейін күйеуге шықтым. Деп ондай переход қалай. Күйеуге шықтым да, Дидар екеуміз анау Сайна Шаляпина жақтан 75 мыңға тағы квартира таптық. О кезде екеумізде де андай не ғой бір мандраж, не істейміз, жаңадан үйленгенбіз, анау 75 бізге қиын, қымбат, анау. Мен Дидарға айттым, мынау өзі однокомнатный, анау жұмысқа жақын тұрайық деп. Сөйтіп жұмысқа бір көше жоғары, Гоголя Байтұрсынова деген көшеге келдік. Мен интернеттен қарадым, вот осы жерде негізі қыздарға айта кететін нәрсе, ер адам ондаймен бас қатырмайды, негізі ше. Өзің түртпектемесең, бұлай, никогда ер адам тұрып, қойшы, басаққа тұрақшы, бит. И мен тұрамда интернеттен күнде жатып ап, крышадан іздеймін, үй іздеймін, и 110 мыңға квартира табам. 110 мыңға квартира табам, екеуміздің айлығымыз бір 170 ба, 180-нен. Бірақ енді, представьте, 110 мыңы уже тупо кетіп қалады. И сосын Дидарға айттым, мен бір квартира тауып тұрмын соған көшек деп. Ол, ойбай, 75 тауып отырғанда 110-ды қалай табам? Ол кезде мен ештеңе түсірмеймін, қазіргідей стендап жоқ, менде бір доход жоқ. Сосын үй жоқ, жүріп барайық деп. Сосын как раз папа-мамамыз келген, Астанадан ата-енем. Сол кісілер шығарып салып кеткен кезде мен фук кетіп ана жаққа кетіп қалдым да, квартираны көрдім. 110 мыңға в принципе нормально. И мен шытырлатып ақшамды санап беріп алдым. Алғаннан кейін Дико келді, келгеннен кейін барып кішкене нормально бола бастады. И жарайды енді тұрсақ тұрайық деп. Бірақ ол одан сайын настроениесі болмай жүрді. Қайтып төлеймін деген сияқты. Одан бөлек біз өзіміз депозитке ақша жинап жүрміз, үй аламыз деп. Сонымен о жақта тұра бастадық, бірақ та ол уже андай ескі пятиэтажка үй ғой, сап-сары, настроение түсіріп. Вот бірақ сол жерде біз вайн түсіріп бастадық. Ең алғаш вайндарымыз сол жерден басталды, барлық просмотр. Жатардағы әңгіме деген білесіңдер ма? Қап-қараңғы фонда. Ана үйді көрсетуге болмайтын еді просто. Ол қап-қараңғы фон ол әдейі емес, просто үй онша емес болғандықтан солай түсіретін. Содан кейін қайтадан миым қысылды менің. Қайтадан миым қысылды да, қой мен онда
жақсы квартира табайын, бұдан да жақсы дедім. И сол мына жердегі ЖК Атлант деген неден Атлант сол жерден қарап отырдым. И сосын ойланып отырдым да, мен осындай квартираға шығайық, мен ұнап тұр. Ойбай, Жако, қой, жынтысың ба, анау не 140 мың деген деп сөйлейді. 110 мыңды біз қалай төледік, мынаны жоқ деп. И содан бастап біз әйтеу қазіргі не 140 мың теңге төлейміз. Ол ана ЖК үшін анандай жағдайда енді пити сен білесің ғой, келіп жүрсің ғой, вайн түсіресің ғой біздің үйге, білесің бе андай. И андай жарық, настроение. Соған қалай көштік. И одан бөлек бір айта кететін жағдай, өзі ескі үйде ұрыс керісте көп болады екен. Негізі ше. Бет алып нәрсеге ұрыса беретінбіз. Отырып, миың қысылып, болмайтын нәрселерге. И мына жаққа келгелі бері ондай нәрсе де болған жоқ. Бәрі күшті, үйге асығып келеміз. Біз бірінші тұрып атқан квартиранттар екенбіз ол жерде. Сосын уже түсіндім, вот міне осындай бір идеальный нәрсе керек болды ғой. И мен просто айтқым келетіні, жалпы енді мен өзім бойдақ кезімнен бастап әртүрлі жерде тұрып келе жатырмын да, қалай айтса болады, адам өзінің условиясын ақырындап создавать ете беру керек. Бір жерде енді жағдайы келіп жатса да, анау жақта тұрып, немесе бір ескі квартирада тұрып деген сияқты. Оның өзі адамның өміріне, мінезіне кім тұра тұр. Соның барлығын әсер етеді. Сол уже міне менде сондай апгрейд болды. Общагадан басталған апгрейд 45 мың квартирасына. Бір сұрақ қойсам Жансаяға. Бола ма өзі сөйлеуге жалпы нәрседе? Давай. Аузымызды ашсақ бола ма десе? Жансая апгрейд болып, 45 мың ғой, 110 мың, 140. Енді каждыйынан жалықтың ғой, 45-тен де жалықтың, 110-нан да жалықтың. Вот қазіргі тұрып отқан үйден қашан жалығасың? Типа андай бар ма? Вот мынандайға көшсем дейтін. Жоқ, мынандайға енді тек өзімнің алдымыздағы болашақтағы емес, тек үйімізге көшу. Қайтарып алдым, мына жерін қышық. Жоқ, андай ендігі дайындық, просто мен ана өзім адам бір тынышталмайды ғой жаны, пока бір нәрсеге жетіп алмайынша. И мен ойладым, осыған келем, мен Дикоға да айттым, мен осы жерде тоқтаймын дедім. Болды, мен енді сені анда-мында сүйремеймін, мынау идеальный вариант, енді осыдан кейін Алла қаласа өзіміздің үйге көшеміз деп. Қазір соған әрекет етіп жатырмыз, бұйырса енді квартирант деген аттан құтылатын шығармыз. Сол күнге жетіңдер. Құтты болсын, бұйыртса деп сөйлейік, бұйыртса. Әмин барлығымызға жұқ. Әмин барлығымызға жұғысты болсын. Сендерге бесағаштықтар. Мен енді мынандай нәрсе айтайын. Мен 2009 жылдан бері қорқып келе жатырмын деп. Квартира снимать етіп келе жатыр екенмін да. Жаңағы 70-80 деген бағалар сол кезде еді. То есть қаланың ортасында Алматыда. Сіз 2009-дан бері 12 жыл бойы квартирадан квартираға көшіп жүрмін. Мынау жұғысты болмасын. Әмин емес деші. Аласта жүріңдер мына жерді. Вообще. Енді қара, 2019-дан 2020-ның 21-дің басына дейін жалғыз өзім тұрдым. Бір жыл гостиницада тұрдым. Қазір түсіндірем қандай гостиница екен деп па. Бір жыл однокомнатный квартира снимать еттім да. И менде бірінші мынандай ощущение болды. Гостиницада айына 150 мың. Месячный тариф деген бар негізі Алматыда гостиницаларда. Кәдімгі квартира однокомнатный, двухкомнатный квартираның бағасымен төлейсің. И 130 мың однокомнатный квартира снимать еттім да. И вроде бы жалғыз өзім тұрып жатырмын, бәрі күшті сияқты, бірақ андай өзімді мынандай нәрсемен ой жей бастады да. Мен азанда кетем жұмысқа, кешке келем. Үйде тамақтамаймын, тамақ істей алмаймын. И просто далаға бүйтіп ақшаны шашып жатқан сияқты ше. Просто ұйықтау үшін мен айына әшейін 150 мың, 130 мың төлеп жүрдім. Енді гостиницаны білесіңдер ғой, гостиницада жатқандар бар ма деп? Өзінше болсаң. Комфорт енді. Бір қыз төсегі, күнде тазалайды. Мен айтқам негізі, 2 күнде бір тазалаңдар деп ше. Жоқ, оларға ыңғайлысы күнде тазалай салу. Тамағы, несіне скидка беріп қойған, прачкасына бәрі жақсы болып тұр. Жаңағыдай өзімді бір қонақ сияқты сезініп жүрдім да мен. Өзіме андай философский не жасап алдым ғой. Енді өмірде бәріміз қонақпыз ғой. Сол ощущениеде әрдайым сондай ощущениеде жүру керек шығар деп ше. Мен не үшін таңдадым? Хозяйка миыңды ашытпайды. Астында өзінің тамақтанатын жерлері бар, тазалап тұрады дегенім ғой. И комуслуга жоқ. Комуслуга жоқ. Ой, ең бастысы. Wi-Fi бесплатный. Көз ішіне кіріп кетеді бәрі. Семья болып тұрып жатқандарды көрдім да мен. Енді ол мысалы былай қарасаңыздар 150 мың, 100 мың деген
бір адамға оңай емес қой, бірақ кейбір студенттеріміз мысалы оқуымен қатар жұмыс істеп жатады да. Егер өздеріңізге комфорт жасағыларыңыз келсе, создавать ете білсеңіздер, онда ондай жерде тұрған да дұрыс. Өйткені өздеріңіз зато ондай одан да биік нәрсеге ұмтыласыздар, одан да больше ақша табуға ұмтыласыздар. Соны, если бір 35-45 мыңға тұра берсең, никогда ғой ол. Бұлай өзімізге шашып қана жүре мен сол немен естедім ғой, мен жаңағыдай сол кездегі табысымның 70%-ін жаңағы гостиницаға төлейтінмін да. Өзіме жаңағыдай ғой, адамдар айтады ғой, сен өзіңе қаншалықты көп сумманы өзіңе рұқсат ете аласың. Мен төлеймін. Рұқсат ете берем, өз-өзімнен сұрап дедім да, сөйтіп жүрдім да, бірақ жаңа пандемия басталған кезде. Пандемия, сіз үлкендер сияқты сөйлейтін болыпсыз ғой. Ана пандемия бар ғой деп. Пандемия. Мен қазір нахожусь за городом, ертең келем, бір аптадан кейін келем, сіз маған 20 мың задаток бере салыңыз, мен ешкімді алмаймын дейтін. Сондайларды байқаңыздаршы. Өте біз Алматыға енді келген кезде, мен, Дико, Асхат, Байка, Арман бесеуміз келген кезде офисқа бардық та, түстік, короче, андайдан. Қайдан түстік өзі? Пойыздан түстік, пойыздан түсіп, офисқа барып отырдық и квартира табу керек кешке дейін. Бір 7-8-дің шамасында түстік та. Бір 10-ға дейін квартира іздеп отырмыз, и Байка бір квартира табады. Идеальный, Сейфуллина, Фурмановадан. Жоқ, Әл-Фараби, Фурмановадан. Анау, в общем, слишком әдемі жерден, күшті үй, ана жерде тұрамыз ба дейтін. 150 мыңға сөйтіп звондайды анаған. Бір жігіт алады, вот осындай, все, аласыңдар ма жеге, давайте, қазір барам мен Талғардан шығып жатырмын. Молодцы, все, бүгін салып ем өзі, деп андай күшті қып бүйтіп жанашыр болып кетті да. Уверенді болайыншы, бір 10 мың жіберіп қойыңдаршы маған WhatsApp, Каспиге дейді да. Уверенді болайын, әйтпесе мен. Біз айтып отырмыз, мына жақтан 150 мың береміз ғой, не уверенность керек саған, келе бер деп. В общем, кішкенеден кейін, жарайды осы қазағым деп сендерге үй бере қойын деп ем, алмасаңдар, алмай қойыңдар дейді. Андай бір қазақи әңгімеге, патриотизмге кетті да, соңында келген жоқ. И біз басқа бір тәтеден 150 мың қалдық. Қазір ол кісілер на ровном месте ақша жасайды, көрсету үшін 1000 теңге алады қазір. Иә? 1000 теңге? 1000 теңге қазір көрсету үшін алады. Ол бұрын сияқты, қазір көрсету үшін. 1000, 1000 жарым, 2000 ала береді өздеріне. Кухняны көру 500 теңге. По настроению алады. Есікті ашады да кухняда, 500 теңге бересің, қайтадан жабады. Ана комнатаға ақша жетпей тұр, көрмей қоямыз оны. Иә. Жоқ, сондай да, андай солай жасайды. Одан екінші тағы бір нәрсе, риэлторлар өтірік үйдің суретін қойып қояды. Ол бәрі. Ожидание реальность. Ол жерде мынандай ситуация ғой. Сен барынша ақша табуың керек, елдің бәрі істеп жатқан кезде, как будто сенікі бір арам емес, нормальный нәрсе ғой. 200 мыңға бере саламын мен деп бере салады. Алсаң ал, алмасаң алма. Ол кісілерге ренжуге болмайды екен. Бұл өмірде. Оларына мал таусылады. Ат хозяин деп қарағанда. Емес, ренжітеді екен өмір. Жоқ, бірақ ондайға себеп болған ситуациялар бар ғой, мысалы үшін жаңа квартираның бытшын шығарып кетеді да, сосын олар. Мысалы үшін, егер де осы ютубты көріп отқан в основном негізі жігіттерден болады. Бытшы тұратын қыздар да бар. Мен жігіттерге айтайын, пожалуйста, үйлерінде таза ұстандар. Тазалық иманның жартысы. Мен мысалы үшін үйіне барған кезде ұялып кететін андай үйлер болады. Не қылса жинасаңдаршы жігіттер, тигізіп айтатын моменттер болады. Мысалы үшін мен бұрын қатты жинамайтын, но в один момент бастадым. Көп стеллаж, көп вешалка алдым. Қазір менде 2 вешалка, 2 стеллаж, 2 шкаф бар өзімде. Бүкіл киімімді, чтобы орындықтың үстінде ілініп тұрмас үшін, нәскиім ана жерде жатпас үшін, бүкіл нәрсені андай нәскиге салатын нәрсе алып қойғам, кір салатын нәрсені алып қойғам. Прям идеально тұру үшін. Сондықтан жігіттер всегда таза тұрыңдар, потому что бұл керек нәрсе. И ертең квартира қымбаттаса сендерден көреміз. Бірақ қыздардың үйлері де бар, бытшылардың андай шаш, доп ойнайсың ананы. Ана жолы мен сторис салдым ғой, 4 комнаталы үйде қазір 2 бала тұрып жатырмыз, 3-ші бала трипқа кеткен Қазақстан бойынша деп. И сол кезде реально жазғандар болды ғой. Бір бала жазады, брат, 120 мың береміз, 3 бала бір комнатаңда тұрайықшы, не айтасың, соның бәрін істейміз деп. Сәл ойланып қалдым. Одан кейін кеше жазды, 3 қыз тұрамыз, 120 мың төлейміз. Вообще сөйлеспесек те болады, просто біз кіріп шықсақ болады. Бізде еще менің комнатамда, именно менің комнатамда өзімнің уборныйым, өзімнің туалетім, өзімнің душевойым бар, андай басқа ешкіммен араласпаймын. Зажравшийся. Сол үшін 5 мың көп төлеймін басқаларға. И сонда айтырды, типа, осы жақта тұрайықшы, андай реально жазып отқандар бар. Мен шутка ғой десем, ойланып көріңіз, біз вообще мешать жасамаймыз, сөйлемейміз деп. Басқа балалар келсе келе берсін, біз жауып аламыз ішінен деп.
жақпаңдар деп. Жоқ, сен айтпаймын, жарайды. 100 000 төлеңдер, бірақ сөйлесейік деп ше. Гүл деген сияқты бір функция болу керек қой, гүлге су құю деген. Жалаңаш жүресіңдер. Жансая тәте. Сізді тәте деп отырған жақта. Оны жақшаның ішіне жаздым мен. Өзім ақша беремін деп сізді жатасың. Мен өткенде бір стендап концерттен кейін стендапты көресіңдер ғой, Жансаяны, аңсағанды. Мені көрмей қойыңдар. Сөйтіп, содан кейін маған бір залға кеп көрермен болып кеткен бір жігіт жазды да, бәрі жақсы, бәрі керемет, маған ұнады, бірақ деді да, 2 адамды прям выделил. Аңсаған мен Жансая неге өздерінің өміріндегі сондай мәселелерді айтады деп жылап жіберді. Жоқ. Типа, мен айтамын да, негізі стендап деген сол ғой, ол стендап деген әр адамның өзінің жаңағыдай трагедиясы. Ол сонымен бөлісіп, соны айтып, өзі де жеңілдеп қалады и басқаларды күлдіреді. Сол күлдіру арқылы бойындағы артық информация ғой енді ол. Айтып тастайсың, сонымен жақсы болып қаласың. Неге аңсаған папам кетіп қалған деп спокойно айтып тұр. Ол күлетін нәрсе емес қой. Жылайтын нәрсе ғой. Иә деген. Көзінде мұң тұр, мынау әзілдің артында шындық бар деп сондай комментариялар бар менің астында. Иә, бұған да айту, әзіл айту оңай емес дейді. Оңай деп. Ол мынандай ситуация ғой, мысалы үшін бізде сен ол мәселеге қалай шешім қабылдадың сен мысалы үшін? Так, мен стендапқа шығамын, осы мәселені айтамын деп. Ол былай болды енді. Ол мынандай нәрсе ғой. Ең бірінші стендапта мен негізі стендап деген не? Мен басында көресің ғой стендапты. Так, вот мынау өзінің проблемасын айтып отыр. Мынау да өзінің проблемасын. Мынау да өзі соқтықысқан нәрселерді айтып отыр. Барлығы өзі айтып отыр да, андай болмайды. Байқайсыңдар ма, қазақтардың көбі дейтін нәрсені айтып отқан жоқ та. Орысша стендапты көргенде. Мен бірінші стендапта өзім туралы айттым, там атым аңсаған, бірақ қыздың аты Қарағандыдан боламын, бізде Қарағандыда орысша сөйлейді деген сияқты нәрселер айттым да. И чуть-чуть не по душе болды. Келесі стендапта шықтым да, жарайды, осы мама туралы айтайыншы, осы қарындасым туралы. Үйде 3 адамбыз, мен ғана еркекпін, и өзімді батя сияқты сезінетін дейтін блогты бастадым да, мынау маған келеді енді. Мен ештеңені ойлап табудың керек емес, андай білесіңдер ма, кейде тамақ ішіп отқан кезде деп воображать ететін нәрсе емес. Мен чисто өзім басымнан не өтті, соны айта салайын, и мен содан да құтыламын. Мысалы үшін обычный өмірде айтпайсың ғой, Жансая осы кезінде біз папасыз өскенде мынандай болған деп айтпайсың ғой ондай әңгімелерді. Лучше стендапта айтып, мен осы бір ішіндегі бір мысалы үшін нәрседен құтыла салайыншы осы деп, оралман туралы, жалғызбасты ана, папа тастап кетті деген нәрселердің барлығын осы жерде айтып тастап, и мен өзім бойымнан құтылайын, и солай маған легче станется дейтін орысша сөз бар еді. Көп, мысалы үшін кейде менің посттардың астына, стендаптың астына көбісі жазады, әкесін бүйткен емес, әкесін мынандай қылған емес, оралман екен неге айтып тұр дейтін көп жаман нәрселер жазады да, и маған вообще тимейді ол. Мені қозғаймын, мен айтып тастадым, болды. Осы маған маңызды. Мен папа туралы әзіл айтпасам болады. Мен папам жақсы көремін негізі, қатты екеуміз вообще ренжіспейміз бір-бірімізбен. Но мен папаны полностью кешіре салушы едім, и полностью папа туралы ештеңе айтпаушы едім, егер мама болмаса. Мама бізді қаншама жыл жалғыз өзі өсірді, қаншама қиындық, ана жұмысқа барады, мына жұмысқа барады. И соны көріп тұрып, мен папаны полностью кешіре салсам, обидно маманың қаншама жылығы андай терінен, көз жасынан обидно да. Поэтому мен папа туралы шутка айтқан кезде, мама ойлаймын, мама да осыдан бір кайф алып қалады деп ше. Балам молодец ең. Айтып тастады, хорош деп, мен маманың чуть-чуть болсын бір өкпесін, ренжін бір осындай бір нәрсемен жаптым деп ойлаймын. Мама да папаға айтпайды енді қандай. Ренжімейді папаға қатты, уже өткен ол нәрсе ситуация өтіп кетті да, уже одан бірдеңені айту, бірдеңені жегідей жей беру, ол уже вообще пайдасы жоқ. Поэтому мен осындай нәрсені айтқан кезде, мама өзін бүйтіп хорош балам, жақсы тәрбиелеппін, лайк бассын дейтін сияқты нәрсе. Да. Папа туралы айтты ма? Да. Сондай нәрсе айтып қалады деп, и мен сондай ситуация бар. Ертең мен жалғызбасты аналар деген стендапым шығады. Ол жерде тоже мама туралы айттым. Мама жалғыз өзі өсірді, бізге всегда үнемдейтін. И мама содан бір, ой, молодец балам. Егер мен ертең шығып, менің мынандай досым бар, ол досым десе, мама қарап, неғып бізді айтпайсың деп айтпай қала айтты. Но мен барлығы чисто маманың
разылық үшін сол мама нормально болса, значит маған да нормально. Сен былай істесең болар еді, просто так ше өмірде бүйтіп түңіліп, біз тауым тасып кеткен. Маған жандарың ашысыншы, мен жалғыз мамам мені тәрбиелеген деген сияқты сөйтіп жүресің де болар еді, бірақ сен ол нәрсеге чуть-чуть позитивпен қарап. Мысалы үшін былай жазатындар бар, пост қып салатындар бар. Кезінде бізді папа тастап кеткен, осындай қаншама қиындықтан өтіп дейтін бір аянышты бірдеңе қып салып жіберетіндер бар өзінің өмірін. Мен тоже солай салуға болушы еді, бірақ зачем? Не үшін маған біреудің аянышы? Лучше мен стендапта шутка қылып айтайын да, біреулер күлсін да, и күлгеннен кейін күлкісі таусылады ғой. Мынау дұрыс айтады бірақ. Бұл нәрсеге юмормен де қарауға болады екен ғой деген сияқты. Яғни надо отпустить обиду деген сияқты. Мынандай ситуация болған. Самый күлкілі ситуациялардың бірі өмірімде болған. Көшеде таниды ғой. Көшеде таниды, стендаппер молодец андай. И мынандай танитындар бар. Қалайсың брат, мен де папам тастап кеткен ғой дейді. И андай, нормально, тоже ұқсайды анау. Мен де сол қарындасыммен, сестраммен өскенім нормально айтып отыр. И ол оған бұрын ол өте бүйтіп аянышты болып көрінеді, бізді папа тастап кеткен деп айтуы мүмкін еді. Но соны айтқаннан кейін ол ситуация қатты бүйтіп переживать ететіндей емес, оны қабылдау керек екенін білді да. И содан кейін солай айтады, қоғам қалам. Бірақ біртүрлі енді біреу келіп, мен де папам тастап кеткен десе, біртүрлі болуы мүмкін. Но маған нормально ол. Былай қарасаң, саған керек емес информация ғой, бірақ өте приятно. Самый күлкілі, өте приятно оның папасы тастап кеткен емес. Өте приятно, что ол ситуацияны ол қабылдап, өзі жақсы қабылдағаны. Жансая, сен жаңа не айттың ғой, маған жаза береді, қашан туасыңдар, не деп. Сен ол мәселеге қалай? Негізі ол саған қатты тигендіктен айтам дедің ба, жоқ әлде сен де жаңағы аңсаған сияқты адамдардың осы мәселеге ойын өзгерту үшін айттың ба? Екеуі де маған өте қатты тиді. Басында негізі біз сол жаңағы квартирада жүргендіктен, анау болғандықтан біз ойладық, үйімізге ақша жинай берейік. Пока. Негізі осы орайда бір андай нәрсе айтқым келіп тұр. Бала жоспарлау жағына келген кезде біз айтады, бізден сұрайтын. Чо, когда ребенка анау деп сол кезде, пока планировать етіп жүрген жоқпыз дейтінбіз. Енді ол мысалы Алланың әміріне қарсы шығу ғой. И біз пландап жүрген жоқпыз, қазір пока что поработаем для себя деп қойып сөйтіп жүре беретінбіз. Аңғармайтынбыз ол сөздің қаншалықты зіл ауыр екендігін. Мен қалай вайн түсіріп бастадым, стендапқа шыға бастадым. Енді аудитория жиналған әрине жақсы, жарнама болады, арасында анда-мында бардық, лицо қалыптастыра бастадық. Бірақ соның екінші жағы адамдар хейт жаза бастады. Напрямую жаза бастады. Напрямую, бүйтіп шіреніп тұрған не керек, бір қатын болып бала тауып бере алмасаң деген әңгімелер жазатын болды. Уже еще мен байқағаным, оны ер адамдар жазады. Ер адамдар. Кірсең, андай 2-3 баласы бар, 30-дан 40-тан асқан үлкен ер адамдар. Мен түсінбеймін, мысалы біреудің әйелін не үшін аңдиды? Әйел адамдар түсінеді енді, олар бір болады, бір 2-3% ғана жазатын, бірақ әйел адамдар көбіне енді біледі ғой, бір неде барлығы қаншалықты қиын екенін біледі. И сосын жарайды, мен жылайым, Дидар қой, оны немеге мән бересің, несі бар, ең бастысы мен өзім ғой, сенен ештеңе требовать етіп жатқан жоқпын. Мен енді осы орайда өзім шынымен Дидарға рахметімді айтқым келеді. Мен ешқашан андай бір мазалап, бір неге сондай деп, или білдірмей болсын, былай сырттан көрсетпей, бір байқап, өзің байқайсың ғой, ай осының настроениесі болмай жоқ осыған. Ол да көріп тұр мен қаншалықты тырысып жүргенімді, дәрігерге барам, әйтем бүйтем, ана негативтің бәрін оқимын, жылаймын. Содан ана кісілердің жазғанында батып кетті жаныма. Сөйтіп осы көтер алмай жүрген туралы айттым. Өйткені қашан туасың, жүре бересің ба, неме дейді, білмеймін, орынсыз сөздер қолдана береді. Сосын бір күн айттым Дидарға, давай мен осы туралы айтайын, короче. И ол, давай айта бер, сен бірдеңе айтқың келіп отыр ма, не болды өзі? Сен айтып бол, сосын айтамын. Сосын айта бер деді, и мен материал жаздым. Жазғаннан кейін міндетті түрде менде барлық нені көбісі ойлайды, мен шығып алып аузыма келгенде айта береді деп ойлайды Дидар туралы ше. И мен Дидарға всегда қай материал жазсам да оқытам. Міндетті түрде ол біледі, ол маған бүйтіп жазады, күйеуіңді бір түсіріп әйтеу айта бергенді білесің, немене күйеу ол саған не болмайтыны бар деген сияқты. Менде бүкіл нәрсе содан өтеді. Менің кез келген сторисім, бүкіл вайн барлығын сол қарайды.
бір есуас әйел емеспін ғой, аузыма келгенді айтып алып бағынбайтын. И оның бәрін ешкім білмейді, білмегеннен кейін айта береді, вывод жасап. Сөйтіп Дидар айтты, давай айта бер, шықты айт деп. Мен бірақ қатты қорықтым. Содан енді өте ауыр тема ғой, көтере алмай жүргеніңді айту да. И сосын қой айтам дедім, айттым, айтқаннан кейін маған вот сенбейсіздер ғой, бәрі көтере алмай жүрген келіншектер жазды. Кәдімгідей, мә, сіз қалай айттыңыз, қандай батылдық мынау. Оның арасында андай адамдар жазды, жетісіпсің енді осы көтере алмай жүргеніңді айтып, солға беден. Солға беден, сол туалмағаныңға беден, сол деген сияқты. И мен қалай сол ситуацияны айтып жібердім. 1-2 айдан кейін ба? Сразу көтердім. Сразу көтердім 1-2 айдан кейін деп. Ол менде тұрды мына жерде, қатты тұрды. Мен бір жақсысы енді туыстарым, Дидар жақ, өзім жақ ешкім маған бүйтіп тік етіп айтқан емес. Неге өйтіп жүрсің? Әй, осы сен бүйтіп жүрсің. Негізі көп келіншектерде андай нетеді екен, қайын жұрты жағы тиісіп, деген сияқты, туыстар, иә, жан жақтан. Ана еще класстастары тиіседі екен. Отырып, что там, қашан деп жүрсіңдер, жаңалық бар ма деп, осы өте жаман нәрсе негізі ше. И мен өзім айтамыз, болады ғой бұйырса жаңалық деп өзім сөйтіп айтады. Бір-ақ адам ба, 2 адам ба айтқан шығар. И мен сол сұрай бергеннен кейін мен уже басқа адамдардан алшақтай бастадым. Мен әйел қауымымен сөйлескім келмей кетті, өйткені как будто мен мысалы сізбен сөйлессем, сіз сұрайтын сияқтысыз менен ше. Жансая жаңалық бар ма деген сияқты. Сұрағым келіп отыр десе. Жеткізбейтінмін, сөйлескім келмейтін сондай нәрселермен. И уже одан сол ситуацияны қалай айтылды, жібердім. Барлығы жақсы болды ары қарай. И уже қыз келіншектер керісінше менен сұрай бастады. Сіз қалай жеттіңіз, алдында ғана сөйтіп айтып едіңіз мындай. Бірақ мен уже ары қарай бірталай уақыт жасыруға тура келді, өйткені как-никак өзіміз үшін аз да емес, көп те емес, біраз уақыт күтіп қалдық. Көз сөз деген бар деген сияқты. Сосын барып тоқтаттым. Оны барып қой енді айтайын, енді бәрібір қайда жасырамын енді. Артқа жіберіп қойып вайн түсірмейсің сосын. Сөйтіп қойып айттым. И вот мен только солай ғана жеңе алдым стендап арқылы. Келесі жолы мен стендапта мынандай нәрсе айтайын деп отырмын. Мама неге тұрмысқа шыққан жоқ, папа кетіп қалғаннан кейін? Күлкілі ма? Жоқ. Но оны мен күлкілі деп айтамын. Жоқ, ол позиция деп аталады ғой сенің. Иә, позиция. Ертең мынау мысал үшін тоже мені мазалаған. Мысалы, мама, папа бізді тастап кетті, енді жалғыз өзі қалып қойды ғой, неге тұрмысқа шыққан жоқ басқа кісіге? Вот мынау интересно ма? Интересно. Ертең прикольно, ертең осыны разгон жасап өзім. Енді мен келесі жолы мысалы келесі трагедия алла қаласа күтіп тұрған. Босанғаннан кейін келемін енді мен концертке. Иә, соны айтамын. Әбіржіп келемін де соны айтамын. Өйткені ол шынымен басым өтеді. Баламен де ше. Иә, баламен де. Стендапта сөйтіп тұрсың. Немнеге күйеуіңді жер қып тұрсың, немнеге өз-өзіңді мазақ қып тұрсың. И анау солда әкесі тастап кеткен қызық болып па елге. И оны сол біреу бастап кетеді ғой. Ары қарай құлдық сана ғой, бәрі қосылады. Дұрыс айтасыз, осындай шіріктерден ғой өстіп отырған, еліміздің алдыға дамымайтын. Біз не істеп дамып отырмыз оны деймін да мысалы. Ертең маған жазады ғой, жазатындар бар. Не тәрбие беріп жатсың, не істеп жатсың, андай. Сен тәрбиелейсің ба? Өзің, мен ешкімге тәрбие беріп жатқан жоқпын мен. Сен өзің тәрбиелейсің өз балаңды. Воляның айтатын сөзі бар ғой. Иә. Сендер бүкіл елді тәрбиелеп отырсыңдар ғой экран арқылы дейді да. Сол кезде Воля айтады, тәрбие ол каждый адамның үйіндегі ата-анасының міндеті. Мені көрсеңдер, просто күлу үшін ғана көріңдер дейді Воля, өзін солай ақтап алады да. Егер мені көрсеңдер, просто жақсы нәрсе ғана алыңдар. Егер онша емес нәрсе алатын болсаңдар, мені көрмей қойыңдар, маған подписаться етілмей қойыңдар дейді. Оған мынандай теория бар. Егер шынымен де экраннан біз жаман нәрсе көрсетіп жатсақ, оған ілесіп кететін адам дейді да, то есть экрандағы нәрсеге, болмаса біреуден көрген нәрсеге еліктеп ілесіп кететін адам үйінде дұрыс тәрбие көрмеген дейді. То есть егер ол үйінде дұрыс тәрбие көрсе, ол ана нәрсенің жақсы не жаман екен уже біліп тұрады. То есть өйткені ол үйінде сондай фильтр қойылып жатыр да оған. Ол қарайды да, ну да, мынау күлкілі, бірақ бұл жаман деген сияқты ше. Мен бұндай болмаймын. Күледі, бірақ хотя бы солай қабылдамайды. Егер дұрыс тәрбие берілмесе, онда иә, анадан көрген істейді, мынадан көрген істейді, сөйтеді да дүбәра болып шығады да. Содан кейін, конечно, дүбәра бір блогер болып шығады. Стендаптағылар өзінің драмасын айтады, иә, өзінің өміріндегі. Блогерлердің өзінің өмірін, то есть үйіндегі мәселелерін бәрін түсіруге ойларың қандай? Аудио кітапша. Аудио кітапша. Бір аудио кітапша тыңдағам. Диктофонға жазған. Күйеуімізбен төбелесіп жатырмыз, мені ұрды, мені де каждый момент, каждый фрагменттің
трансляция жасалуы. Ол біз сендер енді араласасыңдар ғой. бір аудио кітапша тыңдадым. Біз мысалы үшін шуткамен айтамыз ғой әңгімелерді. Ана аудио кітапшада бүйтіп. Сосын бізді қиын болды да. Деп дальше сөйтіп әңгіме айтып отыр. Біреумен ішіп алып әңгіме бүйтіп кетеді ғой соңында. Иә досым, бұл қиын ғой дейтін сияқты. Просто аудио кітапшаны алып, өзінің қаншама подписчигі бар, соны маған барыс еткізген. Бір бетті былай ауырдық та ауырдық? Жоқ, ауырдық, мысалы үшін қиын болып өстік деп сөйтіп бір аудио кітапша. Оның өзін сапалы түрде шығармаған. Кринж болды менде. Кринж деген нәрсе үйрендім. Аудио кітапша деген нәрсені біреудікін әлі толыққанды тыңдап көрмеппін, және не екенін де білмеймін. Өйткені маған қызық емес та ол. Бірақ мен өткенде TikTokта бір отрывогын көріп қалдым. Маған сондай әдемісің деді да, мен оны бір көргенде ғашық болып, келінененің топырағынан дейді, дейма бірдеңе дейді, әйтеуір түсінбедім, әйтеуір мағайсып, бәрі бізге қызықты, дейма бірдеңе деп айтып отыр да. Енді мен анау маған мүлдем қызық емес, мен көрейінші осының қандай екенін дедім. Ол адамдарға мысалы қаншалықты қызық болуы мүмкін, сатып алыптың біреудің аудиосын тыңдау деген деп. Жоқ, аудио кітапша деген мима нәрсе, сразу айтып қояйық. Негізі осы мәселеге айтайыншы. Қадырбаев кітап шығарды ғой, менің роднойларым деп. Сол кезде мен чисто соған подкол ретінде менің голосовойларым дедім да, обложка жасадым да, салып жібердім да, мен осылай шығарамын деп. Мен оның реально біреулер сөйтіп жасайтынын білген жоқпын. По сути, аудио кітапша деген ол голосовой ғой, біреудің бүйтіп жіберіп отқан. И қазір сен айтып отырсың жаңағыда дегендер бар деп. Бір бетті бүйтіп жібермеген ба? И целый бет сондай да, келесі бет. Андай бет аузын шайып, мұрнын етіп ба? Ана жақтан звук шығып жатыр да. Мынандай блогерлер бар да, Инстаграмда. Ұрысқандарын түсіреді да. Неменеге бүйтесің? Сәлден кейін біз ұрысып қалдық, кетіп бара жатырмын үйден деп. Полный нәрсе андай өмірін сөйтіп түсіреді. Біз уже араласпаймыз, жазбай ақ қойыңдаршы бізге. Андай қосыл деуші болмаңдар. Не үшін? Мен вообще түсінбеймін. Мен мысалы үшін Инстаграмға 1% салсам, өз өмірімнің салдым. Әйтпесе вообще ондай нәрсе салмайды екен. Мен уже шынайылығымды жоғалтып аламын ондай кезде. Мысалы үшін сағатта соткасын алып, вот осылай келдік. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет деп 5-6 скриндар жазады. Біз біргеміз, молодец, қорықпа дейтін нәрсені. И сөйтіп өмірін сөйтіп салып жүретін. Мен вообще түсінбеймін. Мен мысалы өзім өмірімнің 15%-ын ғана көрсетемін. 15% дегенде енді мен гиф ойнатпаймын, мысалы елді ұстап тұратындай бір халықты ше. Вайнмен ғана, бірақ енді вайн бұрын мен күнде түсіретінмін, одан күн ара қазір денсаулығыма байланысты вообще мысалы настроениең бірде болады, бірде болмайды, бір апталап салам. И енді қалайда халықты кішкене сториспен ұстап отыру қажет. Бірақ мен ол жерде тіпті мен бір таймлапспен үй жинағанды да салмайды екен мен бар ғой. Үй жинамайды екенмін деші? Үй жинамайды екенмін. Үйімді көрсеңіздер. Контент үшін үй жинамайды. Иә, сондай. Енді мен контентке тырысам бірдеңе жаңадан ойлап шығаруға, бірақ мен шынымен жаңағыдай біз ұрысып қалдық, бізге қосыл деуші болмаңдар, бізге сөйтпеңдер, бүйтпеңдер, оның бәрін жеке пространствоға кіргізіп алғанда мүлдем. Еще андайларды ұнатпаймын. Жандарым, сендермен сен тыңдаймын ғой, сендерден басқа менің ешкім жоқ қой, сендер ғана шеше аласыңдар қайда баратынымды. Осындай ұқсағанда халықты. И одан кейін дәл сондай адамдар әсіресе мына кішкентай қыздар 12-13-тегі маған бүйтіп жазады, қанша неделядасың? Срогың қашан? Ол ма қыз ба гендер пати жасады, айналайын сабағыңды оқысашы деймін де, нең бар менің неделямда мысалы деймін де, кірсең 14 years old деп ағылшынша жазып қойған андай ше, куколка конфетка дегендер ғой өңкей. Бірақ соны мысалы менде әйелдер сұрап отырса түсінемін мен, жарайды, қызық шығар мүмкін. Бірақ ол да қызық емес қой. Мен 2-3 күнде гендер пати жасаймын, мен көресіңдер кім болатын, УЗИ қағазына дейін көрсетіп, одан біреу көрсетіп бірінші рет айтып қойғандардан мысалы 2-3 блогерлерден жаман жағдай болып тұрып бөпелер шетінеп кетіп, мысалы оның бәрін халыққа көрсетеді, и маған жазады, сен неге басқа блогерлер сияқты көрсетпейсің, немене гендер патиіңді аяп отырсың, саған келіп
тиіп кетер, қандай пайда, ал ұл ал қыз ал, не болды деймін да. Өмірің жақсарып кетті. Иә, сол ал білдің ал, не болды деп. Қай неделядасың, токсикоз. Мен вообще ол туралы андай қозғамауға тырысамын. Зачем маған артық внимание? Мен өз өмірім өзіме, мен өзім күйеуіммен өмір сүремін. Сен неге күйеуің әкелген нәрсені салмайсың? Андай блогерлер бар ғой, кіркеп біреудің үйіне қонаққа келіп, ал біз бүгін міне Нұрмаханның үйіне келдік, қалай Нұрмахан, мына жерде міне балалар келіп отыр, достарымыз міне аңсаған. Телефонмен амандасатындар бар. Иә, өстіп амандасқан не ол? Мен аяймын соларды ше. Мысалы үшін құшта бір құмарың ашылып өзіміздің жақын таныстарымыз да бар, возможно. Блогерлер бар, егер білсеңдер, телефонмен амандасады. Бүйтіп. Сіз телефон ұстаңыз, телефон деп ойлайсыз. Қалайсың, брат, бүгін міне келдік. Ей, сен адам қайда қалғансыңдар сендер? Сағынып көріп. Сен құшақтаспайсыңдар ма? Сұраспайсыңдар ма? Хәл? Не мынау бүйтіп телефонмен. Ана жолы бір кімнің Жанәбіловтің ютубта бір выпускын көрдім. Кімдердің тойына барған екен? Ахондардың тойына барған екен. И полный выпускта адамдар былай солай амандасады. Қалайсың, братан? И андай ол контент керек шығар, может, возможно, қызық шығар адамдарға, сен подписчиктерің, сен соны күтіп отқан шығар, возможно, сен подписчиктеріңе деп түсіріп отқан шығарсыңдар. Но, по-моему, енді олай кетіп қалу керек емес сияқты, потому что ең бастысы қарым-қатынас. Қалайсың досым? Жақсы, өзің қалайсың? Денсаулығың аман ба? Жақсы. Енді қазір түсіріп жіберейікші, мінекей келдік деп түсірсең болады. Ал бірден сондай саған ана адамның хал жағдайы маңызды емес, саған контенттің маңызды болып тұр да, бүйтіп анаған амандасқаның, бүйтіп сторисында, мынаумен жүр екен, мынаның сторисында бар ма екен мынау деп каждыйына кіріп, сондай бір басқа бір мәселе керек, басқа нәрсе керек сияқты оларға түсінген жоқпын. Мына жынды ма, не істеп жүр, қолдарына бірдеңе ұстап алып, бүйтіп қалайсыңдар, малайсыңдар деп. Менің ең түсінбейтінім толғақ кезіндегі видеоны не үшін салады деп. Ондай да бар ма не? Бар ғой толғатып. Мен сізге қазір орнынан тұрып көрсетейін. Так. Осылай ма? Міне, осыны салып қояды. Осыны кәдімгі пост қып салады ғой, пост қып. Қасында күйеуі жүреді. Бүйтіп әбіржіп мысалы. Соны не үшін салады, мен түсінбеймін. Бұл позиция мынандай. Мысалы үшін біз стендапта, біз тоже осы, мысалы үшін біз проблема айтамыз ғой, біз дәл солар не айтады? Олар проблемалар айтуы мүмкін, бірдеңе бүгін бүйтіп кетті, сөйтіп кетті. Біз де стендапта сол проблеманы айтамыз, и сол проблеманың үстінен күлеміз, и сол проблеманы жауып тастаймыз. Болды, ешкімді погружать етпейміз. Ешкім ойлап жүрмейді, аңсаған папасы жоқ, деп ешкім ойланып жүрмейді, ешкім андай. Ол уже мен қабылдағанымды біліп, мен отпускать етіп тастағанымды біледі, и поэтому, қалайсың, бір секундтарда айтуы мүмкін. Олар прям аудиториясын алады да, ойнайды солармен. Интрига жасайды, сезіммен ойнайды. Вот бүгін бүттік сөйттік та дейді, қарет 100 адам жазыпты, ойбу сенімен біргеміз дейді, содан кайфовать дейді. Сен қаншама адамды ойландырып отырсың, сен уақыттарын алып отырсың, қазір 5-те не болғанын айтамын, 5-те салады, біз мына жерге келдік, бірақ кім ренжіп қалды, не болатынын білмейміз, күтеміз енді дейді да, 2 күн жоқ болып кетеді, 2 күн подписчиктер жүреді. Не болды? Так жазайшы мынаған дейді. Мысалы, аяғы ауыр келіншектердің толғағын салуы, ол жерде енді жастың несінде ограничение жоқ қой, кім көрем десе соны. Жас қыздарға, балаларға анау травма. Және мысалы, алғаш босанғалы отырған әйелдер үшін де травма ғой, анау деген. Неменеге көрді, неменеге салды, мысалы, мен соны түсінбеймін. Гендер-пати, ладно, енді өзінің таңдау. Бірақ енді толғақты, анау партнерский роды деген салатын қайтесіздер, кәдімгі жас босанып олар бітетін сияқты, типа біз халықтан ештеңе жасырмаймыз. Вот міне осы бұзады. Енді мен оларда сұрақ қойып жатыр да, мен сендердің зачатияларыңды көрмедім ғой. Зачем маған енді роды деген сияқты. Давай басынан бастап көрейік, ё-моё. Сендер менің там осындай кәмпиттерімсіңдер, мен сендерден ештеңе жасырмаймын. Сендер бәрін білулерің керексіңдер. Не істейін айтыңдар, Дубайға барып келеміз бе? Депші, кәмпиттерім бүгін міне Дубайға қыдырамыз, бізбен бірге жүріңіз деп сеніңдер. Деп осы не ол мысалы? Адамды әшейін просто так миын улау. Егер, мысалы үшін Қадырбаев Жансерге, ол сторис салады, пост мен қасында жүремін всегда, мысалы үшін, ол былай салады, погружать етпейді, всегда. Мысалы үшін бірдеңе айтты ма, болды, решениесін айтады, ақыл айтады, и анадан сен бірдеңе қабылдайсың да, и уайымдап кетпейсің, бірдеңе істемейсің, и артынан юмор кетеді. Бір определенный, мысалы үшін өзінің подписчиктерін
нормальный жерге бүйтіп сүйрей алады. Так, бүгін жақсылық жасаймыз, жүріңдер кетіп былай. Все. Мен бүгін әжеме барып келдім, сендер де әжеңелеріңе барыңдар. Бүгін мен бүйтіп келдім дейді. Мысалы үшін позициясы нормально, аудиториясымен сезіммен ойнау дұрыс ойнайды. Бүйтейік. Бүгін настроение жоқ, өйткені мынандай бала ауырып қалған екен, давайте бүйтіп жіберейік. Роднойлар күліп жүріңдер, бүйтіп жүріңдер деп уже определенный бірдеңелер істейді. Но сондайды басқаша қолданып кететін блогерлер бар да, сөйтіп мына жаққа барамыз дейді да, ана жерде тастап кетеді, подписчиктер сол жерде шіріп жатады. Ойбу, мен бүгін пранк болып кетті мына жақта, басқа жаққа кеттік. Ал мен бүгін Турциядамын дейді да, ана подписчиктері просто не істеп жүрген? Менде енді ол блогерлерге емес, солардың подписчиктеріне сұрақ пайда болып жатыр да. Сендер не істеп жүрсіңдер? Ол подписчиктерге андай бүйтіп бірдеңе айтудың қажеті жоқ, потому что олар сол адамды кумир сияқты саналы сезініп бүйтіп саналы болу үшін ана адамға қарайды, сөйтіп өсет и полностью, чтобы Инстаграмда қойып бүйтіп кітап оқып немесе адамдармен араласып өзі шешім қабылдау үшін оған анау нәрсе мешать етеді. И мен бүкіл блогерлерге, Инстаграмдағы адамдарға айтарым, пожалуйста, жақсы нәрсе салыңдар. Хотя бы керек емес андай пайдасыз нәрсе салмаңдар. Просто мысалы үшін күлдіртем десең, күлдіртетін нәрсе салса болды. Определенный бір жаман нәрсеге немесе бір нәрсеге тартып кетпеңдер. Егер біреудің уақытын алып жатсың ба, хотя бы бір чуть-чуть болсын пайдаң тигізіп жібер. Жоқ, ладно, былай ғой. Егер сұраныс болмаса, ұсыныс болмайды. То есть олар адам кеп жатқан екен, сол нәрсе просмотр көп жинап жатқан екен беріп жатыр ғой. Еменді сұрақты қалай сен біреудің өмірін, біреудің толғағын, тағы вообще жеке өмірі, зачем оның кухнясына отқан, сен не үшін көресің оны? Мен кумир деген нәрсені түсінем, егер ол прям талант болса, то есть әнші, бір өнеріне тәнті болуға болады да, просто оның өмірін көріп, мынау менің кумирім деп айту оны кім болу керек өйтіп айту үшін? Мен соны кумир деген нәрсені именно блогерлікке кумирді мен ұнатпаймын. Кім болсын? Мейлі қаншама өзіміздің әріптестер деп айтайық, мен негізі өзім блогер деп, мен вайнермін деп айтам, бірақ жалпақ тілде блогер болып кеттік уже. Қаншама әріптестеріміз бар, жақсы нәрсе жасайтын, бірақ оның өзінде де олай болмайды ғой, біреуді сонша нетіп, енді көресің анда-мында бар, шыңғырып қарсы алып, жылап, ана балалар машинаның аяғына оратылып, дөңгелектің астына түсіп, өткенде мысалы Гусейн Гасанов келгенде анау не барда қаладағы мысалы деймін да, олай үйтіп, мүлдем мен адамға үйтіп, не дейді әлгі? Гусейн танымайды да жартысы, подписчигі көп екен біледі да, соған қызық. Соны жүгіріп жүр қалада неде. Бейтіп, боготворить етіп, мен ондайды ұнатпаймын. Жақсы көр, алатын нәрсеңді ал. Кейбір блогерлерде де болады, алмайтын нәрселер болады. Оны шынымен қанша жерден идеальный болса да, бірдеңесі болады, керек емес артық нәрсе. Бірақ мен өзім лично андай нетпейді екем. Блогерлерді қарап, бір нәрсе нетейін, алайын деген сияқты. Өйткені енді араласқаннан кейін жазылғандарым бар, бірақ басқаларынан уже нетпеймін. Өйткені мен үйде отырған келіншекпін, әйел адам негізі өте слабый ғой, ондай нәрсе. Бір жаққа қуып кетсем, кеттім мен уже. Мен ертең біреудікін көрем, мысалы Жанабыловтардың бір достижениесін әйелінің істеп жүрген, ертең мен Дидардың миын жеуім мүмкін, өзімнен өзім миым қысылып, мен де машину хочу, мен де анда барғым келеді, мен де мындай барғым келеді. Өте әйел адам негізі оны мойындау керек. Ықпал, сезімтал, бірдеңенің ықпалына тез кетіп қаласың да, сосын уже онша емес болып қалады. Сол себепті адам өзі таңдай білу керек, кімді көру екен. Айтса. Фильтр болу керек. Адамда фильтр болу керек. Мынау маған керек, мынау маған керек емес. Мысалы үшін мен қазір 150 адамға подписымын ба, 50 адамның сторисін скрит етіп тастаған мен. Мен олармен жақсы араласам өмірде, жақсы сөйлесем, бүйтіп бір-бірімізге подписымыз, но маған ол 50 адамның сторисі керек емес. Ол таңертеңнен бастап просто так әңгімесін, өзінің бір күндік өмірін қызық қылғысы келген сияқты қылып бір түсіреді да, бүйттік сөйттік, біреумен коллап болды, біреумен салап болды, бүйттік жүрдік дейді. Маған керек емес. Ол андай, мысалы үшін оның стористары мен үшін емес, менің контентім емес, давайте скрит деп. И мен бір 50 адамды скрит етіп саған, ренжімеңдер, если сен мені көрмейсің.
айтып отырмын ғой, оқырмандар уже оны көріп алғаннан кейін ол требовать етудің өзі дұрыс деп ойлайды. Сендер неге сөйтіңдер? Өздері ғой, блогерлердің өздері көрсетпейтін адам мен мысалы көрсетпеймін ешкімге. Мен ертең Дидармен ренжіскенімді салдым, допустим, қырғын соғыс болдық, мен оған кесе лақтырып, ол маған басқа бірдеңе лақтырып, в общем кеттік ал екіге. Ұялмай қызармай ертең біз татуластық, сіздер қосылыңыздар дегеннен кейін деп ұялмай өсіп кіріп келесің қайттан. Не қадір қасиетін қалып, еще бірін-бірі қызғандырып, әрбір қызбен түсіп, жігітпен өлең айтып, былай бүйтіп жүргендерінің өзін айтсаңшы қаншалықты. Вот өздері өстіп қадірлерін кетіреді, одан кейін көпке уже бәрімен бірдей болып кетесің. Ана жерде комментарий, осы блогерлер әйтеу кесін кемесін бәле болды дегенге кеттік қой уже. Адекватность, кешіріңіз, адекватность болу керек та, определенный бір мералар болу керек. Вот мына жағынан көрсем, мына жағынан, мысалы үшін Есентай мен Разиюша екеуі өздерінің өмірлерін, стористарын идеально көрсетеді. Күшті ғой адамдарға, ешқашан 2 ай ма, 3 ай болды ма жүргендеріне, 1 ай болды ма? Қанша болған тұтқансың. Андай, мысалы үшін Разиюша кипишавать етіп, бірдеңе қылып салмайды ғой, Есентайды бірдеңе жаман жағынан көрсетіп, күшті қылып салады да, и адамдар соны идеализировать етеді отношенияны, романтизировать етеді. Өмірде көрсеңдер, деші. Бүйтеді да, күшті, танимыз ғой олар. Есентай күшті, гүл береді. Қараңызшы, екеуі заботливый. Вот осындай нәрсе салуға болады. Лайым мәңгілік болсын. Есентай мен Разиюша егер Құдай сақтасын ажырасып кетсек, адамдар ё-моё, махаббат жоқ бұл өмірде де қалуы мүмкін. Лайым екеуі бақытты болсын. Вот сондай отношения адамдарға сондай нәрсені көрсету күшті. Мысалы үшін андай бірақ қатты бытовуханы көрсетпейді ғой екеуі. Күшті нәрселерді көрсетеді ғой. Вот мысалы үшін соларға қарайды адамдар. Вот махаббат осындай болу керек. Возможно, мен де осылай жақсы көремін ертең қызымды. Мен де осылай жақсы көремін жігітімді деуі мүмкін. Есентай, Разиюша бақытты болыңдар. Одан бөлек мысалы соларды көргеннен кейін Наңғараш, Есентай мен Разия мында жүр, там или Жансая мен Дидар ана жерде демалып жүр. Хотя осындай істесең болады ғой деген сияқты. Міне вот осы жерде адамның өзінің санасына байланысты. Мысалы, мен қаншама блогерлерді көремін, мен бұрын мән бермейтінмін. Бірақ маған біреу жазады, осы сенің күйеуіңнің гүл сыйлағанын көрмеппін деп алдында, короче, кімдер осы стендаптың балалары, мен енді өзім ауырып жүргем. Содан кейін балалар неге кетті гастрольге, қалалар бойынша. И содан келді. И кім Дидар маған қазалының кәмпитін алып кепті. И құрт алып келген ба, сондай ғана. Ой, құдай, кәмпитпен құрт па? Гүлмен кірмей ма адам деген әйелін бір апта көрген жоқ қой деп сөйтіп жатыр да. И мен аны, почему сен гүлмен келмедің дедім де дикоға же, сондай болып ойлап қалдым. И қазір мысалы одан бері де гүл алған жоқпын, туған күнде бір алдым. Маған гүл бір критичный нәрсе емес, мен алмадым деп айта алмаймын. Одан басқа қаншама нәрсе алып беріп жатыр, әкеп жатыр. Мысалы, маған тамақ болса болды, негізі бар ғой. Гүлдің ақшасын бере салса жақсы маған негізі. Бірақ соны адамдар наоборот, әйел адамдар күйеуіне сондай нәрседен жеп бастайды да. Енді түсініп жатқан адам түсініп алып береді, бірақ қарашы мына жерде жүр, Нұрмахан қызына гүл алып беріпті, машина алып беріп, сақина беріпті. Өзінен өзі бүгін таңертең тұрғанда гүл тұр деп айта беретін болсам, ол уже қарым-қатынасқа тағы бір. Слишком идеализировать етіп жіберуге болмайды. Мысалы үшін кейбір параларды білемін, күшті подарктарды салады да, сағат алған салады, Apple Watch алып, Pandora алып бергендерін салады да, и адамдардың барлығы ойлайды, қуаныш тек осындай ғана деп. Қайтадан Есентай мен Разиюша ойлайды, кеше Есентай құрт берді да кімге, Разиюшаға. Анау Разиюша мәз ғой соған. Сосын Есентай бүйтіп айтады, күшті қызың осындай арзан нәрсеге қуанатын болса дейді. Мына вот мелочный приятность па не деп айтады. Сондай нәрсе ғой. И осы жағында айту керек та адамдарға, чтобы не только махаббат ол үлкен нәрселер, ол мелочный нәрселер. Прикольный. Мен айтпай қойын, мен бірақ андай, мынау енді күлкілі бір блогердің. Айтпай қойын деп айтып тастайын. Жоқ, кім екенін айтпай қойын, точнее. Сендер настроениесі жоқ, жылап жүреді біреудің әйелі. Сөйтіп күйеуі настроениесін көтеру үшін Гуччидан нәски әкелдім дейді ғой, андайшы. И анау соған жылап, қуанады да, енді нәски ғой. Былай қарап тұрсаң, бренд шығар енді, бірақ сонда да нәски әкеп қуанттым дейді. Ол қанша тұрады ондай нәскилер, мен білмейді екен мысалы. Мен 60 мың, вот сондайдан бір 4-еу ма 5-еу алып кепті. Бір несі, 4-еу ма 5-еу.
сол вот мысалы киім алмаппын 200-300 мыңдайға әкеп берді ғой. Мен мысалы қарап отырсам, мен бір жарқырап, негізі маған өткенде ағам айтады, осы мен бір не алмаппын, махырды да алмаппын мен, Дикодан сұраған махырымды, ол да ұмытып кеткен. Дико кеші бер. Дико бергеші. спрос көп. Иә, жоқ, мен бірақ ұмытып кеттім. Не сұрап едің махырға? Алтын, жоқ, алтын алқа, алтын сепочка сұрай салдым. Мен болғам сендердің куәгері болдым ғой. Мен 10 секундтық историямды айтып берейін, иә. Мешітте неке қиып жатыр ғой. Куәгер болып отырмын мен мына жерде. И үстімде футболкам бар ғой. Мына жерде имам отыр, мына жерде Дико Жансая отыр. Мына жақта Нұрдәулет деген досымыз отыр. И мен былай отырмын. Футболкамда имам бірдеңелер айтады. Футболкам Қазақ Республикасынан көп сөз, боқ сөз деген футболка киіп алған ғой. И фотом бар, имам отыр, мына жерде мен отырмын, мына жақта Жансая мен отыр, мен мына жерде отырмын бүйтіп. Мына жерде көп сөз, боқ сөз деп жазып тұр. Еще ана смайлигі тұр ғой соның. Иә, шашымды қайырып алған бүйтіп қатты қудыртып берген бір. Жоқ, мен мынандай нәрсені айтқым келіп отыр, жаңағыдай. Біз өзіміз жаңа біреуге подписаться етеміз, біреудің танымалдығын арттырамыз, оның хит болуына, инфлюенсер болуына себепші боламыздағыны, сосын кейін барып, осы блогерлер бәрін бүлдірді, үйтті, осылар бәрін құртып жүрген деген әңгімені өзіміз шығарамыз. Мен болған мына қалаулымның мысалымен жауап бергім келеді да, маған 2 жыл бұрын класстасым хабарласады, сен осы телевидение саласында жүрсің ғой, қалаулымды жабуға болмай ма дейді да, соны бірдеңе істеші дейді да. Үйдегілер соны көре деген азаннан кешке дейді. Айтам, енді сол үйдегілерін көргеннен кейін сол қалаулым рейтингісі жоғары болып жатыр ғой. То есть қалаулым сен үйіңе келіп көрсетіп жатқан жоқ қой, сен аяқ қолыңды байлап қойып ше. Иә, ол телепроект болғаннан кейін ол көрсетіледі. Бірақ егер ешқандай, мен сендерге айтайын, телевидение істеген адам ретінде айтайын, ешқандай телепроект халық наразы болыпты деп жабылмайды. Халық шулап жатыр екен деп жабылмайды. Бір ғана жағдайда жабылады, рейтинг болмаса ғана. Көрілмесе, ешкім көрмесе оны, қандай проект болсын, супер проект болсын ше, мынау пайдалы, халыққа пайдалы проект болса да, егер ода рейтинг болмаса, 2-3 айда жауып тастайды оны. Егер рейтинг болса, бірақ онша емес болса, пофиг. қалдыра береді до конца. Пофиг. Сондықтан біз өзіміз соған сондай рейтинг береміз дағыны, сосын ренжіп отырамыз. Ой, осы әр нәрсені көрсете береді, үйте береді. Сен өзің көріп рейтинг беріп жатсың ғой. Әр нәрсені көре бересің. Иә? Просто көрмей ғой. Просто мен ана нені статистиканы естіген кезде мен таң қалдым. Қалауымды бір моментте 3 миллион адам көріп отырады екен. Иә. Еще мына жақта прямой эфир ютубта. Иә, прямой эфир күндіз 3 сағат. Нағыз сенің активно жұмыс істейтін, білім алатын, әйтеуір бірдеңе істеп отыратын моментіңда, түнгі уақыт болса мейлі екенше, үйде жатырып көрейік та дейтін бірдеңе болса. Жоқ. Мен ойладым, ё-моё, мынау по идее телепродюсерлер үшін, менеджерлер үшін ол өте жирный клиенттер ғой, анау 3 миллион просто сен оны отырғызып қойдың. Оған не нәрсені берсең де сата аласың уже. Так что өзіміз сондай нәрсеге себепші боламыз и өзіміз ертең таң қаламыз. Әркімде өзінде таңдау болу керек та, өзі фильтр болу керек. Иә, критический мышление. Мынау маған пайдалы ма, пайдасыз ба? Екі адамның қосылғаны, қосылмаған, ажырасқаны маған өміріме пайдалы ма? Конечно, жоқ. Поэтому отключаю деген сияқты, или басқа каналға ауыстыру деген. Сол үшін барлығына кеңес беремін. Осы видеоны көріп отқандар, осы жерде отырғандар, всегда настройка жасап жүріңдер. Инстаграмдарында, ютубта, тиктокта. Мысалы үшін мен не істеймін? Инстаграмдағы скрит етіп тастадым ғой адамдарды. Керек емес маған. Вот керек емес. Интересный ашам, 3-4 нәрсе көрем. Қайсысы не интересует? Мен ерінбей не интересуетті басам. Чтобы ертең ондай нәрсе шықпас үшін. Тиктокта да солай. Мен тиктокымда полный қыздар деп шатасып жатсың. Мен мысалы үшін керек емес па? Артық нәрсе ма? Бір мысалы үшін ұлдардың билеген керек емес маған. Деп майысып, жалаңаш денесімен. Иә, майысып, астында 1000 комментарий краш деп жазса да, маған керек емес, оның не істегені да бүйтіп керек емес. Вообще пайдасы жоқ. Мен не интересует деп басам. Біреудің прямой эфир ма, не интересует деп басам. Керек емес па, керек емес. Ютубта да сондай. Ютубта ашам, так керек нәрселер ма? Вот, смотреть позже и сразу любой нәрсеге мен ұнаған нәрсемен нравится басып қоямын, чтобы мен рекомендациям ертең шыққан кезде идеально болып тұру үшін. И сол үшін мен бүкіл нәрсеге ерінбей не интересует и лайкты басып тұрамын. Самый керек нәрсе. Поэтому мен қазір ютубтағы лентам,
тиктоктағы лентам, инстаграмдағы лентам шүкір нормальный, өте прикольный нәрселер и өте прикольный қыздар. Мынандай нәрсе бар, жаңағыдай YouTube, Instagram, тиктоктағы рекомендациялар бар ғой, егер саған шығып жатса сондай нәрсе, демек ол саған қойылған диагноз. То есть сен уже оның алдында сондай видеоларды көрдің, немесе сондай видеоларды көретін, іздедің, лайк бастың, әйтеуір или до конца көрдің, или сондай көретін адамға подписансың. То есть сен өзіңе таң қаласың, не үшін маған шығып отыр? Сен өзің жаңағыдай ғой, өзің сол нәрсеге әсер еттің. Немесе сақтап алғаннан да шығар. Немесе сақтап алдың. Адамдарда таңдау көп, талғам жоқ деп ойлаймын. Бағана сіздер айтып отырған блогердің мәселесі. Енді сол талғамды қалыптастыру үшін не істеу керек? Үш совет. Талғамды қалыптастыру үшін Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналы, Админ Анон подкастын көріңдер. Бір-бірден айтып шығайық давайте. Талғамды қалыптастыру үшін не істеу керек? Талғамды қалыптастыру үшін жаңағы өзіміздің миымыздағы фильтр бар ғой, соны дұрыстап іске қосу керек. Мен мысалы бір-ақ сөз айтайын, блогерлердің ішінде диплом алмадыңдар ма, оқымадыңдар ма, ничего страшного, жүрміз ғой дегенді мен қолдамаймын. Оқу керек. Оқу керек. Керек емес нәрсенің барлығынан отказ берді. Аз, мысалы үшін, екі-ақ нәрсе болса, саған керек нәрсе. Сол екі-ақ нәрсен кейін бірдеңе қылып үшіншісін қосасын, солай өзің дұрыс аласың деп ойлаймын. Мысалы, құрбыңыз сіздің жаңағы біраз онша емес, енді онша емес деп айтпай-ақ қойын, бірақ енді дұрыс бағыт бере алмайтын блогерлерді қарап, сонымен, анау кімше, мынау ше деп ше, сондай сөйтетін болса, ортаны да тазалай білу керек деп ойлаймын. Сонда талғамың жоғары болады. Ана блогерді көрдің бе, анау машина сатып алды ғой, әйелін Дубайға апарды ғой, помнишь, анау ше, сол деген деп өзің миыңды улай береді де ондай адамдар. Керек емес, ол өзі солай ауырып жүре берсін, бірақ сізге керек емес. Сонда талғамды. Мен андай подписчиктеріме қуанам өзімнің. Ашасын, маған ғана подписан болады ғой. Мынау не деген алтын адам. Вообще ешкімге подписан болмайды. Сходимға ғана подписан болады. Маған не сходимға. Қарайсың, молодец. Если что, менен де отписаться етілсең болады, мен қатты пайдалы нәрсе салмаймын. Маған өткенде біреу жазып жіберді, мен сізге аңсағанды көру үшін жазылып едім, неменеге салмайсыз дейді, сен неменеге салам? Жоқ, сен саған жазылған адам қыз ғой, Қыз да бар, ол да бар. Бір намек сияқты екен, саған ғана жазылған, сосын сходим. Барып қайтайық көрсетеді. Саған намек. Бүгін Админ Анон лайв подкастында қонақта болған Жансай мен Аңсаған, көп рахмет сендерге. Мен каналыма жазылыңдар, лайк басыңдар, коммент жазыңдар. Ұмытпаңдар. Маған подписчик керек просто ше, көбейту керек. Мен қазір 40 мыңнан асты. Мен 100 мыңға жете алмай жүрмін просто. Бір нәрсе айтайын. YouTube-та әр нәрсеге подписанбыз ғой, Instagram-да әр нәрсеге подписанбыз. Осындай керек нәрсеге, өзімізге бірдеңе алып қаламау дейтін нәрсеге басып колокольчикті баса салу ештеңе етпейді. И комментарий жазыңыздар. Ұнаса ұнады деп жазыңыздар, ұнамаса ұнамады деп жазыңыздар. Егер нейтрально относиться етсеңіз, нейтрально деп жазыңыздар ағайын. Рахмет сіздерге. Келгендеріңе көп рахмет. Сұрақ бар ма? Камера өшіре сөйлесін. Қоя беріңіз, мына жерге бір жігітке.